Өте дәмді әрі жұмсақ гата жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Електен өткізілген ұнымызға сары майымызды саламыз. Видеодағыдай ұсақ бөліктерге бөліп шығамыз. Жұмыртқамызға тұз салып, ұнымызға қосамыз. Айранға сода қосып араластырамыз. Ұнымызға қосамыз. Және жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Иленген қамырымызды 1 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Енді начинкасын дайындаймыз. Ұнымызға қант, ванильді қант және ерітілген сары май қосамыз. Крошка дайындайтын боламыз. Қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Жаямыз. Жұмыртқаның ақ уызын жағамыз. Одан кейін үстіне начинкамызды салып, бір келкі етіп видеодағыдай орайтын боламыз. Үстіне жұмыртқаны сарысын жағамыз. Видеодағыдай вилкамен узор жасайтын боламыз. Қызып тұрған 200 градустағы пешімізге 25 минут пісіріп алатын боламыз. Осындай өте дәмді гата бізде шығады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Егер де менің видеом ұнаса, лайк, комментарий басуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.